Сәлеметсіздер ме, құрметті ханымдар, қыздар, әйелдер. Бүгінгі видеодан кейін сіздің сенімділігіңіз, әйелдік энергияңыз көбейеді. Бұл видео практика сіздерге арналмақ. Ең бірінші терең дем алып, терең дем шығарудан бастайық. Наушнигіңіз бар болса, наушникті тағып алыңыз. Және бұл видео практиканы күнделікті тыңдап жүруге тырысыңыз, таңертең ояна салып. Және де естіген кезде толық сезінуге тырысыңыз. Қазір біз дем алып, дем шығарған кезде мұрынмен дем аламыз, ауызбен демді шығарамыз. Және де ең бірінші ауаны ішімізге жинаймыз, одан кейін жоғары көтеріліп, біздің өкпеге жиналады, яғни қабырғаның кеңеюін сезіну керекпіз. Одан кейін барып дем шығарамыз. Ал менімен бірге бастаңыздар. Вдох. Выдох. Осылай терең дем алған кезде біздің денеміздің әрбір клеткасына ауа барады. Әйел адамға расслабленный болу өте маңызды. Осылай терең дем алып, дем шығарған кезде проблемалар, стресс, ойлардың барлығы кетеді. Яғни, дәл осы сәтте болуға тырысуымыз керек. Быть в настоящем моменте. Ал тағы да терең дем алып, терең дем шығарайық. Вдох. 2, 3, 4, 5. Выдох. Және соңғы рет тағы да терең дем алайық. Бірінші ішпен, одан кейін өкпемізбен. Ал вдох. Выдох. Осылай выдох шығарған кезде барлық негативный ситуацияларды, барлық проблемалардың барлығы кетіп жатқанын елестетіп шығарсаңыз болады. Сонда екі есе пайдалы болады. Әйел адам мен ер адам екі түрлі болып жаратылған. Біздің физикалық денемізде әртүрлі. Сондықтан біз өзіміздің табиғатымызға сай, табиғатымызға жақын болған кезде өмірімізде жақсара бастайды. Сенімділіктің ең бірінші қадамы бұл өзіңді толық қабылдау. Яғни, өзіңді деген кезде бізді Құдай әйел қылып жаратты ма? Яғни сол әйел болып жаралғанымызға қуану, риза болу, разы болу. Денеміздің әрбір мүшесін, әрбір клеткасын толық қабылдап жақсы көру. Келбетімізді, фигурамызды, қожамызды, шаштарымызды, бетімізді, барлығын с благодарностью қабылдау. Әйел екенімізді мойындау. Және білесіздер ме, әйел болып туылу бұл өте үлкен нығмет. Әйелдік энергиямыз көбею үшін біз дәл қазіргі сәтті сезіне алу керекпіз. Қазіргі сәтте проблема, уайым жоқ. Себебі стресс, проблема, уайым барлығы ойлардан пайда болады. Это просто мысли. Сондықтан терең дем алып, дем шығарған кезде миыңыздың, денеңіздің қалай рахаттанатынын сезінесіз. Себебі біз стрессте болған кезде біздің денеміздің гормональный система барлығы қатты жұмыс істейді.
сондықтан көп энергия кетеді. Ал біз энергиямызды өзімізге жинаған сайын, өзімізді толыққанды қабылдаған сайын құлпыра түсеміз, әдемі бола бастаймыз, сенімді бола бастаймыз. Және осы энергияны айналадағы адамдар да сезіне бастайды. Өз-өзімен гармонияда болатын әйел адам әр кезде әдемі болып көрінеді. Ал енді менің артымнан қайталаңыздар. Менің денем керемет болып жаралған. Сен әдемісің қызым. Мен өзімді, жатырымды, денемнің әрбір бөлігін толық қабылдаймын. Сенің денең сау. Мен өзімді және өзгелерді кешірдім. Мен бұған лайықпын. Кешірімді болуым маған бостандық береді. Мен махаббатқа, әдемілікке толымын. Және әдемі болу бұл менің құқығым. Сен әдемісің қызым. Маған бетімді, денемді күту ұнайды және қуаныш сыйлайды. Мен бұған лайықпын. Мен өзімді құрметтеймін, сондықтан өзгелерді де шынайы құрметтей аламын. Мен өмірімнің әрбір минуттың саналы түрде өмір сүруге лайықпын. Соған лайықтымын. Мен бақытты болуды таңдаймын. Бұл менің таңдауым. Мен жоғарғы вибрацияларда өмір сүруге және санамды кеңейтуге лайықтымын. Мен гармонияда өмір сүруге лайықпын. Мен күнделікті өмірімде қуанышты, позитивті энергияларды таңдауға лайықтымын. Қуанышты сәттер, осының барлығы қолжетімді. Менің сенімділігім, менің риза болуым, менің керемет настроением өміріме керемет қуанышты сәттерді, ситуацияларды тартады. Сенің денең сау. Мен саналы түрде өмір сүремін, және менің санам жоғары. Мен сені жақсы көремін, қыз. Сен бақытты болуға лайықсың. Мен өзімнің не қалайтынымды білемін, және соған лайықтымын. Менің әдемілігім, менің нұрлы жанарымда, күлімдеген келбетімде. Менің әдемілігім, әдемі ойларымда, және де әдемі сөздерімде. Сен әдемісің қызым. Мен өзге әдемі әйелдермен тамсанамын, және де өзге әйелдер мені көргенде де тамсанады. Біз әйелдер бір-бірімізге конкурент емеспіз. Біз бір-бірімізді қолдаймыз.
Мен махаббатпен жаралғанмын. Әдемілікке, махаббатқа, қуанышқа толы нәзік жанды адаммын. Мен сені жақсы көремін. Мен өткенді махаббатпен жіберемін, және қазіргі сәтті толық сезінемін. Өз өміріме өте ризамын. Мен сені жақсы көремін. Сен бақытты болуға лайықсың. Өмірімде болған тәжірибелер үшін, сабақтар үшін ризамын. Олардың барлығы қазіргі сәтке мені дайындады. Мен енді бақытты болуға лайықпын. Мен өзімді керемет сезінудемін. Әр күні таңертең оянғанымда энергияға толы оянамын. Мен сені жақсы көремін. Сен бақытты болуға лайықсың. Мен өзімді танимын, және шаршап бара жатқан кезде өзіме демалыс беремін. Себебі шаршаған әйел адам ашуланшақ болады. Яғни ызаға, ашуға толы адам бұл махаббаты аз, энергиясы аз адам. Осыны мен түсінемін. Сондықтан керек кезде өзіме демалыс беремін. Және қай кезде өзіме демалыс керек екенін жүрекпен сеземін. Мен сені жақсы көремін. Сен бақытты болуға лайықсың. Мен Құдайға ризамын. Және бұл ризашылығым менің жанымды тазартады. Өмірімді тазартады. Құдай мені сүйеді, және мен де Құдайды сүйемін. Барлық өмірімде болған жағдайларға разымын, ризамын. Санамның кеңейе бастағаны үшін өте ризамын. Күннен күнге менің әдемілігім құлпырып барады. Менің келбетім, шашым, денем барлығы әдемі және сау. Сенің денең сау. Мен энергияға толымын, және соған лайықтымын. Мен тартымдымын. Мен әдемі киінуге, әдемі пайдалы тамақ ішуді таңдаймын, және соған лайықтымын. Мен таза суды жиі ішемін, және су менің әрбір денемнің жасушасын ылғалдандырады. Сондықтан менің терім әрдайым балғын. Мен бақыттымын, мен нәзікпін. Мен энергияға толымын. Мен разы, сабырлы, риза, әдемі, сұлумын. Мен сені жақсы көремін. Сен бақытты болуға лайықсың. Бақытты болу бұл менің таңдауым. Және осы сәттен бастап мен жертва емеспін. Әрбір күнімді, әрбір сәтімді саналы түрде таңдаймын.